Сәлем, мен тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Есімім Гүлнар. Біраз уақыттан бері, 2 аптадан бері видео түсірмей қалдық. Оқу жылының аяғы болғасын. Оның үстіне күн ысып бара жатыр. Енді күн ыстықтан не тоқимыз деген. Мен осы уақытқа дейін шәлілер тоқыдым өзім каналымда, балаларға арналған киімдер. Енді оны жалғастырам. Бірақ әзірше үзіліс болып тұр. Сол үзілісте осындай әдемі аяққа киетін қысқа шұлық дейді, шәрке дейді, әр өңірде әртүрлі аталады екен. Орысша слитки дейді, соны тоқып көрейік дедім. Осы модельді көріп жүрген біздің қазақ тоқымашылары, орыс тоқымашылардан көп көрдім. Және солардың біразын көріп, өзіме бір осы модельді шығардым. Өйткені мынау бас жағын, бұл ненің бұйымның бас жағын шығаруда, мынау ортасын тоқуда, мынау өкше жағын тоқуда бір ерекшеліктер болады екен. Әр тоқымашының өзінің солардың бәрін жинақтап, бір өзіме осындай кішкене алым 35 жарым 36-шы өлшемге келіп қалады деймін. Енді бүгінгі видеода мен сіздерге мынау осы қысқа шұлықтың немесе шәркейдің мынау бас жағын ғана тоқып көрсетпекпін. Өйткені егерде толық видео түсіретін болсақ, ол ұзаққа кетеді, 1 сағатқа. Әзірше қысқаша ғана видео. Енді тоқу үшін қандай жіп алдым? Біздің мынау қазақ қыздар, әсіресе батыс жақтың қыздары, мынау Иранда шығарылған акрил, 100% акрил жібін қолданады. Оның түсіне қарай, мен қазір этикеткасын қалдырмаппын, 100 граммда 300 метр делінген, бірақ шамамен 350 метр болу мүмкін, 300 де болу мүмкін. Өйткені түсіне қарай мынау жуандықтар әртүрлі болады. Мысал үшін қызғылт түсі бұдан жуан, ал көк, мынау сиякөк түсі бұдан жіңішке. Сондықтан шамамен жобалап аламыз. Енді мен бір нақты бір белгілі өлшемді айтамаймын. Бас жақта мен айтқанда принципін түсіндірем. Сіздер енді өздеріңіздің алған жіптеріңізге қарай, оның жуандығына қарай және аяқтарыңыздың өлшеміне қарай өзгертулеріңізге тура келеді. Енді дәл мен сияқты жіп алатын болсаңыз, жаңағы шамамен 100 граммда 300 метрдей, 300-350 метрдей, онда бұлай жасаймыз. Бас жағын ғана қалай жасаймын бүгінгі видеода, соны ғана көрсете аламын сіздерге. Ол үшін біз кәдімгі мынау сиқырлы сақинамызды жасаймыз. Білетін шығарсыздар, білмесеңіздер, мына жіпті бұлай қоямыз, жұмысшы жіпті саусағымызға, сұқ саусағымызға. Және бұлай не жасаймыз, айқастырамыз. Мынау тоқыманы бастамас бұрын сіздерге өтініш, каналға жазылып, лайк қойып, өз пікірлеріңізді комментарийлерде көрсетіп қойыңыздар. Өйткені ютубта қазақша видеолар, қазақша контент көбею үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Мен енді дәл осы модельдің авторымын деп айтпаймын, жаңа айттым сіздерге. Жинап, өзі жан жақтан көріп, өзіме осындай модельді осылай тоқылуын тиімді деп санадым өзім. Негізі бұны дәл осы модельді түрлендіріп, қазақта, орыста, шетелінде тоқымашылар тоқи береді. Яғни мен автор емеспін. Мен тек қана өзіме тиімді қылып жасап атқан нұсқаны сіздерге көрсетемін. Мұны қараңыздар. Бұлай бірінші сиқырлы сақинаны жасап алайық. Бұлай қоямыз. Білетін шығарсыздар, білмесеңіздер. Егер бірінші рет мен каналымда немесе мүлдем ол тоқыманы білмесеңіздер, оңай. Және дәл осы үлгіге тиімді ілмек ол. Бұлай сұқ саусағыңызға қоясыз, айқастырасыз. Менің алған үлгегім 2-ші номерлі. Сіздер 1,75 алсаңыз болады. Егер жіптеріңіз жіңішкелеу болса, негізі 2,5. Егер жіптеріңіз жуандау болып, жылы жаңағы шәркей тоқыңыз келсе, жылы болсын десеңіз, онда жуандауын аласыз. Жұқалау болсын десеңіз, жұқалау. Енді дәл сіздерге сіздің тығыздығыңызға мен қазір дайын рецепт айтамайым. Бірақ өздеріңіз тоқып көріп, үлгісін тоқып көрсеңіз, үйренсеңіз, арғарай өзіңіздің өлшеміңізге дұрыстап аласыз. Мына айқастырдық.
Енді мынау қараңыздар, мынау былай тұрған бос шеті бар жіп астында қалады, жұмысшы жіп үстіне кетеді. Мынау бос тұрған жіптің астынан, ұшы бар жіптің астынан алып, жұмысшы жіптің үстінен іліп аласыз да, мына жақтан қайтадан жұмысшы жіптен осылай ілмек іліп аласыз. Мына біздің сиқырлы сақинамыз, Енді 1, 2, мен 3 шынжыр алып жүрген едім. Мына жақта өзінің несінде, үлгісінде 2 алынады екен. Мен бірінші немен 3 болды. Түсініксіз айтып кеттім ба? Мына үлгілерде, мына жерде орыстар петли подъема дейді ғой. Олар 2-ден алады да, мен 3-ден аламын. Маған солай ыңғайлы. Енді осы 3 шынжырды қосқан кезде, мына жақта сізде мынау сиқырлы сақинаның ішінде 12 орама бар бағанша болу керек. Столбики с накидом. Біреу бізде дайын, сондықтан біз 11-ін жасаймыз енді міне. Осындай кәдімгі орамы бар бағаншаның 11-ін жасайсыздар. Мына шынжырдың ішіне. Мына мен 11 ілмек жасап алдым. Енді мен мына жақтағы бағанағы 3 шынжырмен қосқанда 12 болды. Енді мына ұшымызды, бос тұрған ұшымызды осылай тартамыз. Сонда мына ортасында тесік қалмайды. Тартамыз да жауып тастаймыз. Мына екеуін жалғаймыз. Бағанағы 3 шынжырдың ең үстіндегісін тауып аламыз. Үшіншісін соған жалғанамыз. Былай өткізіп аламыз. Соединительная петля дейді осы. Енді осы жерден біз 3 ілмек көтерілеміз. Мен 3 аламын, сіздер 2 алсаңыздар болады, егер сіздердің ілмектеріңіз сәл ұзындау болса. Өйткені үлгіде 2-ден алады, көбісі мен 3-ден алып жатырмын. Енді мына жерде орам аламыз да, накид. Және дәл осы жерден тағы да біреуін аламыз. Тағы бір орам бар бағанша тоқимыз. Және осылай біз әр алдындағы қатардағы орам бар бағаншадан 2 орам бар бағанша шығарамыз. Сонда бізде енді 24 ілмек пайда болады. Әр қайсына мына 2 өрім сияқты жерінен аламыз, енді астынан былай. Әр қайсынан 2-2-ден шығарамыз. 2 есе көбейтеміз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Менде ілгегім, менің крючогым жіңішкелеу, 2-ші номерлі. Негізі бұдан да жіңішкемен тоқиды шеберлер 1,75-пен. Сондықтан мына жері менде тығыз болып жатыр. Оңайлықпен тесілмейді деп ойлаймын. Осылай қатардың соңына дейін жалғастырып кете беріңіз. Енді біз 2-ші қатарды аяқтадым. Тағы да солай жасайсыз. Мына жерде 3 бізде шынжыр тұр. Басын бастаған қатардың. Сон тесік болып қалмас үшін міндетті түрде 3-шісін ең жоғарыдағысын тауып алу керек. Егер мысалы үшін біз сәл былай астынан алсақ, мына жерде тесік пайда болып қалуы мүмкін. Міне өткізіп алдық. Жіпті мынаның ішінен тартып алдық. Болды, жалғастырдық. Енді келесі қатарды не істейміз? Осы жерде әртүрлі қылып жасайды шеберлер. Мен байқағаным, мен енді дәл мына вариантты алам. Тағы да 3 шынжыр көтерілемін. Мына біріншісінен тағы да 2 шығарамын. Біріншісін тоққан жерден тағы да біреу тоқимын міндетті түрде. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай былай істейміз. Мына келесі біреуінен 2 шығардық қой. Енді мына келесінен бір бағанша тоқимыз келесіге. Одан кейінгісіне тағы да бір бағанша тоқимыз. Одан кейінгісіне тағы да бір бағанша тоқимыз. Ал енді үшіншісінен біз 2 шығарамыз. Сонымен түсінген шығарсыздар, Бұл қатарда біз кеңейтуді 2 орам бар бағанша тастап жасаймыз. Яғни мына біреуінен 2 шығардық па, арасында көбейтпей 2 бағанша тоқимыз. Көбейтпей, қоспай. Үшіншісіне біз қосамыз біреу. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз.
Енді бұл қатарда біз мына үшінші көтерілдік. Енді дәл осының түбінен тағы біреу тоқып аламыз. Яғни бұл жерде көбейту, Енді бұл қатарда көбейту 3 бағаншадан кейін болады. Алдындағыда 2-ден кейін еді ғой. Енді 3-ден кейін болады. Міне біреуін сыңарта оқимыз, екіншісін, үшіншісін, және төртіншісіне келген кезде 2 бағанша шығарамыз. Тағы да солай мына. 1, 2, 3 дейміз да, төртіншісінде біз 1 ілмектен 2 ілмек шығарамыз. Яғни бұл жерде бізде көбейту болады. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Және бұл қатардан кейін тағы да келесі қатарда, келесі қатарда біз дәл осылай жасаймыз да, енді біз көбейтуді 4 ілмектен кейін жасаймыз. 4 ілмектен кейін көбейту. Қараңыздар, мына жерде біз 12 ілмек теріп алдық. Мына жерде 2 есе көбейттік. Үшінші қатарда біз 2 орам бар бағаншаны тастап, екеуін тастап, екеуден біреу көбейту жасадық. Мынау келесі қатарда, мынау қазіргі қатарда, 1, 2, 3, 4-ші қатарда біз 3 бағаншадан кейін көбейту жасадық. Енді мынау 5-ші қатарда біз 4 бағаншадан кейін көбейту жасаймыз. Және осыны жасап болғанда менде 48 ілмек пайда болды. Одан кейін мен тағы да мына жақта ештеңе қоспай тағы да бір қатар тоқып шықтым. Енді осы жерде мен ары қарай тоқымай қойсам ба деп тұрмын, түсінікті шығар деп. Енді қараңыздар, осы жерде не істейміз біз? Мынау біздің өлшеміміз, егер де бізге былай өлшеміміз ұзындау болатын болса, мына жерде біз қатар қоссақ болады. Тағы да біреу қоссаңыз болады, немесе өлшем кішірек болатын болса, азайтсаңыз болады. Негізі мен мынау ненің аяқ киімінде салпылдақ киеміз ғой, шлепке. Соларында былай бас жағынан тұрған қаламайым. Және енді мынау нені де следетте, шәркейтте сәл мынау былай қарай бас жағынан аяққа дейін кішкене бет аяққа жақын болып тұрған қалаймын да, сонда аяқтан түсіп ыңғайлы болып деп ойлаймын. Егер бұл жерде енді аяқ жіңішке, жуан болады, жалпақ болады, әркімнің аяғы әрқалай. Енді бұл жерде әркім өзінің өлшеміне қарай туралайды. Мынау 48 емес, бұдан азырақ алсаңыз болады. Бірақ мен сізге тек қана осы өлшемге жаңағы петляларын көрсете алам. Өйткені мен де жаңадан тоқып көріп жатырмын. Және сіздерге өзімнің орысша айтқанда удачно сәтті шыққан бұйымыма сіздерге видео түсіріп жатырмын. Мен енді бұны әртүрлі өлшемде әлі тоқып көрген жоқпын. Енді бастап жатырмын. Болашақта егер болып жатса, әртүрлі өлшемдерге де видео түсіремін. Әзірше мынау бас жағына дейін тоқимыз да. Түсінікті ғой, қалай тоқитынымыз. Мына жерде біз 12 ілмек, одан кейін 2 есе көбейттік, одан кейін 2 бағаншадан кейін көбейту, 3 бағаншадан кейін көбейту, 4 бағаншадан кейін көбейту. Мына жақта бізде 48 ілмек болды. Және келесі мына 6-шы қатарды біз ешқандай қосусыз тоқимыз. Осы сияқты тоқып алыңыздар. Және келесі видеода кездесеміз. Егер сіздерге бұл осы шәркеге түсіріп жатқан видео қажет болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Қажет, менде сізбен бірге тоқып үйренгім келеді деп. Лайк басып кетіңіз, ұнаса. Және міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Енді демалысқа енді шығып жатырмыз. Көптеген видеолар түсіру жоспарда бар. Сау болыңыздар.